ақш пен Еуроодақ елдері саусағын шошайтып тұрып Қазақстанға тағы бір ескерту жасады. Олардың айтуынша Қазақстан ЛГБТ өкілдерін қыспаққа алып отыр. Армысыңдар қадірлі көрермен. Бүгінгі тақырып тағы да бір жыныстылар жайлы болмақ. Сіздермен бірге мен Мерген Тоқсанбай. Бұл Барометр айдары. ЛГБТ өкілдерін қорғауға Еуроодақ елдерінен бөлек әлемнің 20 мемлекетінің елшілері қосылды. Олардың айтуынша Қазақстан адам құқығы мен бостандығын жерге таптаған құбыжық мемлекет. Мы призываем правительство Казахстана выполнить свои обязательства по продвижению и защите прав человека всех казахстанцев. Независимо от их сексуальной ориентации, гендерной идентичности, самовыражения и половых характеристик. Мы по-прежнему обеспокоены продолжающейся дискриминацией, преследованием и насилием, с которыми сталкиваются члены ЛГБТ-сообщества в Казахстане. Мы призываем власти принять конкретные меры по совершенствованию законодательства и его реализации на всех уровнях, чтобы обеспечить адекватную защиту от всех форм дискриминации. Бұл видео халықаралық гомофобиямен күрес күні әлеуметтік желіде көптеп таралды. Олар адамдық қасиет, қоғамдық мәдениет және тағы да басқа құндылықтар жайлы айтып дабыл қағуда. Ал шын мәнісінде Қазақстанда кім кімнің құқығын бұзып жатқанынан олар хабарсыз. Видеоға назар аударайық. Я трансгендер, я поменяла пол, знаете, в Казахстане? Какое право имеешь ты брызгать на человека лицо девушки? Вон, одну поменяй. Держи ее! Найди сначала. Как понять, что ты говоришь, я гей, поменяла пол, и что ты пол поменяла, что ты? Она лицо брызнула всем, вот это. Это не я. Это ты лично, и вот это вот красном тоже была. Они сами трогали. Во-первых, сами трогали. Открывайте, пожалуйста. Где там девушка, заявитель, где вы? Вызовите ее. Вот ее лицо брызнули. Зачем-то? Вы же троем там были. Знаете, давайте Пожалуйста, машину. Не, вас лицо. Жон, Марак. Давай, чуть. Девушка, стой, не уходите, не будьте. Иә, қазақстандық трансгендерлер бас қаламыздағы Астаналық базарының жанында жанжал шығарды. Қала тұрғындарын балағаттап, тіпті жұдырық жұмсады. Бұл әлгі адам бостандығы мен құқығы деп бөсіп отырған Еуроодақтың да, ақштың да, тіпті біздің еліміздің де заңына қарама-қайшы әрекет. Енді айтыңызшы, қоғамға тек қана азғындық әкелетіндер не үшін қорғалуы керек? Жынысы мен түр сипатына қарамай-ақ олардан адами қасиет іздеп көрейікші. Оны да таппайсың. Ойымыз дәйекті, сөзіміз дәлелді болсын. Видеоға назар аударыңыз. Бұл Франциядағы ең ірі феминистік ұйым өкілдері. Ал біздің еліміздегі феминистер күн сайын еуропалық демократтарға жалтақтап, біздің елімізде де тап сондай жүгенсіздік пен бассыздық орнағанын қалап отыр. Не тұлымы, не бұрымы жоқ, құдай сүйер қылығы жоқ. Осындай қоғам өкілдері қазаққа арсыздықтан басқа ештеңе әкелмейді. Айтпақшы, өткен аптада Қазақстандық феминистік ұйымының өкілдері елордамызда өздерінің жақтастарын жинады. Жиын жабық түрде өтті. Ол жерде не талқыланғаны, не айтылғаны әзірге белгісіз. Бірақ бір білетініміз, онда Қазақстандағы азғындықтың келесі алғы шарттары жасалды. Мұндай жиындар алдағы уақытта еліміздің түкпір-түкпірінде өтетін болады. Мәселен, 29 мамырда
Шымкент қаласының феминистері бас қосады. Здравствуйте, дорогие подписчицы, жительницы Шымкента, феминистки, ЛГБТ женщины. Мы едем к вам 29 мая и назначаем встречу с 16 до 8, 16 часов. Санасына сайтан ұялаған біржыныстылардың басты идеологиясы өздерінің жақтастарын көбейту. Бұған әрине Қазақстанға жөн сілтеп, қалай жүріп тұру керектігін нұсқап отырған батыстың да ықпалы зор. Міне, тұтас ұлтқа төніп тұрған қауіп осы.